Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке. Бүгін осындай түрік халқының жасымақ сорпасының рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл тағамның адам ағзасына да өте пайдасы зор. Менің де сүйіп жақсы көретін тағамдарының бірі. Ең алдымен чечевицамызды өлшеп аламыз. Маған осы бір бокал жетеді. Және мендегі жасымақтың аты осындай асан деген. Кейін үлкен ыдысқа салып, жақсылап жуамыз. Ең бірінші осындай кір су болады. Осы суымыз тазарғанша, таза мөлдір болғанша тазалап 3-4 қайтара жуып қоямыз. Одан кейін дайындауға кірісеміз. Ең алдымен керек заттарымызды тазалап аламыз. Бірінші пиязымызды тураймыз. Бұл пиязды үлкен немесе майда турау маңызды емес. Ал егерде тез дайын болсын десеңіз, майдалап тураған абзал. Одан кейін сәбізімізді турап аламыз. Және де менде болгар. Бұл болгарды қосу маңызды емес. Егер болса, қоса беріңіз, дәмін өте кіргізеді. 2 тіс сарымсақ. Сарымсақ ол дәм береді. Сол үшін мен 2 қосамын. Ең алдымен енді қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, пияз бен сарымсақты жақсылап қуырамыз. Кейін сәбізіміз бен болгарды салып қуыратын боламыз. Татымына қарай тұз бұрыш қосамыз. Мен тұз бен зіра қосамын, сол екеуі ұнайды. Сіздерге өз қалауларыңыз бойынша. Кейін қақпағын жауып 5 минутқа бұқтырып пісіреміз. Қайта ашып майда туралған картопымызды салып, оны да қуыратын боламыз. Картопты қуырғаннан кейін жасымағымызды саламыз. Менде тез дайын болсын деп картопты жұқалап турап шықтым. Міне менде жасымағым жуылған таза жасымақтарымды салып, бұларды да араластырып, 5 минуттай қуыратын боламыз. Кейін қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Жасымақтан сәл биіктеу болып құямыз. Кейін қазанның астын ең баяу отқа қойып, жарты сағатқа пісіреміз. Ал мына бізде жарты сағаттай уақыт өтті. Ішіндегі картопы барлығы пісіп дайын тұр екен. Енді осындай ручной блендермен жақсылап езгілеп, кремовый суп жасап шығамыз. Егер де сіздерге қою болып кетсе қатты, ал сіз сұйық болған қаласаңыз, үстіне қайнап тұрған ыстық су қосуға болады. Ал маған сәл қою болған ұнайды, себебі сәл тойымды болады. Кейін үстіне осылай лимон шырынын қосамыз. Ол өзінің бір ерекше дәмін береді. Оны да жақсылап араластырып, әсемдеп, сәндеп ұсына берсек болады. Менде осындай көк пияз бен лимон қосып сәндедім. Жалпы сухаримен немесе жаңағыдай кинза қойып ұсынсаңыз болады. Кешкі асқа осындай керемет тез дайын бола қалатын астардың бірі біздің чечевицамыз. Қазақша жасымақ сорпамыз дайын болды. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге Жанерке.